Вейп бауыр мен бүйрекке, жүйке жүйесіне қатты зиян тигізеді. Оның құрамындағы никотин қатерлі ісік ауруына келіп соқтырады. Жастар арасында вейп шегетіндердің саны күн санап артып келеді. Әсіресе оқушылар мини-календарға қатты қызығады. Өйткені вейп темекі секілді емес, одан хош иіс шығып тұрады. Никотин де қосуға болады, бірақ сол хош иістің өзі өте қауіпті. Осыған байланысты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы өз ұсынысын жариялаған. Спутник Қазақстан вейптің қаупі және оған салынатын шектеулер туралы ақпараттарды назарларыңызға ұсынады. Вейпте 31 қауіпті зат бар. Бұл құрылғы ингалятор секілді. Ішіндегі сұйықтық қайнағанда бу шығады. Сұйықтықтың құрамында бірнеше зат бар. Олар глицерин, пропиленгликоль, хош иісті қоспалар, никотин. Вейперлер электронды темекінің ешқандай зияны жоқ деп ойлайды, себебі оны шеккенде шайыр бөлінбейді. Дегенмен, Беркли университетіне қарасты Лорен атындағы ұлттық зертхана мамандары вейптен уытты заттардың бөлінетінін анықтап берді. Бұда 31 қауіпті зат болады. Оған қоса хош иісті сұйықтықты көп жағдайда қолдан жасайды. Содан бағасы да арзан. Ал аккумулятор қызып тұрғанда канцерогенді заттардың мөлшері көбейеді. Аккумулятор жарылып та кетуі мүмкін. Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, уытты химикаттардың бірі диацетил. Ол хош иістендіргіштердің 75%-ында болады. Оны тамақ өнеркәсібі де пайдаланып жатады. Бірақ деммен ішке көп тарта берсе, өкпеде қабыну процестері басталуы мүмкін. Бронхшалар тарылады, тыртықтар пайда болады. Жалпы уытты заттардың әсері аз емес. Олар пропиленгликоль. Ол ағзада жиналып аллергиялық реакцияларды қоздырады. Бауыр мен бүйрекке едәуір зиянын тигізеді. Пропиленгликоль мен глицерин ыдырағаннан кейін акролин мен формальдегид қалады. Акролин көздің шырышты қабығына әсер етеді, ал формальдегид болса жүйке жүйесіне салмақ түсіреді. Никотин, өздеріңіз білетіндей, қатерлі ісік ауруына келіп соқтырады. Құрамында никотині бар буды көп жұта берсе, адамның жүрегі айниды, бас айналады, ас қорыту жүйесі бұзылып іш өтеді. Ал бір вейпті бірнеше адам қолданған жағдайда гепатит, туберкулез сияқты қауіпті аурулар тарауы мүмкін. Жүкті әйелдерге, аллергиямен ауыратындарға, сондай-ақ кәмелет жасқа толмаған балаларға вейп шегуге мүлдем болмайды.